берілген тең үрлі трапеция. Олардың диагоналдары тік бұрыш жасап қиылса. Егер сол диагонал аға тең болса, трапецияның ауданын табайық. Ол үшін трапецияның диагоналдары оның өзара тең. Трапецияның диагоналдары қиысқан кезде 4 тік бұрышты үш бұрышқа бөлінеді. Осылардың аудандарын табу үшін егер бұл диагоналда А10-ны 30-ны x десек, 30 тең x десек, АО тең А минус x. Осыларды 4 тік бұрышты үш бұрышты ауданын табайық. Сол трапецияның ауданын береді. Ес трапеция тең болады. Ес үш бұрыш B30 қосылған ес үш бұрыш AOD қосылған екі еселенген ес үш бұрыш AOB тең болады. Бұл 30 тік бұрышты үш бұрыштың ауданы олардың катеттерінің жағын көбейтісіне тең. Сонда x квадрат бөлінген 2 плюс AOD үш бұрыштың ауданы А минус x квадрат бөлінген 2 плюс 2 еселенген x көбейтілген А минус x бөлінген 2 тең болады. Ортақ бөлім беріп, жақшаны ашып біріктірсек, x квадрат плюс А квадрат минус 2ax плюс x квадрат плюс 2ax минус 2x квадрат тең болады. Сонда қысқаратындары бұл тең болады А квадрат бөлінген 2. Қазір сонда жауабы А квадрат бөлінген 2. Қазіргі бірыңғай ұлттық тестілеудің есептерінде осы жерде есептер А емес бір диагонал мысалы 10 деген санменен немесе осы диагонал 24 немесе 30 деген сандармен беріліп жүр. Сондағы оларды тез шығарудың жолы бұдан біз көреміз. Теңгерді трапецияның диагоналдары перпендикуляр болса, онда ол диагоналының квадратының жартысына тең болады. Трапецияның ауданы. Сіздермен Сағит Нұрсадық. Шүкір.